Бұл бір жетекші қаржы компаниясындағы интервью еді, бірақ ол жыртылған киіммен және бетіндегі сырмен кірді. Сұхбатқа ұсынып отырған супервайзері аңырап қалды. Бұл менің абыройымды құртқан емес пе? Бастығы оның жайбарақат күліп, барлығымен қол алысып тұрғанын көріп жүзі наразылық танытты. Бірақ ол шынын айтты. Мен сұхбатқа не үшін осылай киініп келгенімді түсіндіріп беру үшін дәл қазір сыртта біраз сылтау ойладым. Бірақ кешіріңіз, мен тұрақ билетін төлемегенім үшін бір күн қамалдым. Сұхбат берушілер бірден күліп қалды. Бірақ бастықтың жүзі әлі де шіркін емес. Әсіресе оның тек 11-ші сыныпты ғана бітіргенін білгенде, тіпті шеңбер сызып ойнап кетті. Бұны көрген басқа біреу болса үмітін үзуші еді, бірақ ол бұны күтіп отырмай әңгімені өзі бастады. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Бұл ақыры бастықтың қызығушылығын тудырғандай болды, бірақ ол сонда да сенімсіздік танытты. Ал бастық та соңғы сұрағын қойды. Егер сұхбатқа келген адам тіпті жейде кимей келсе, не ойлайсыз? Ал мен оны жұмысқа алсам, сіз тағы не ойлайсыз? Ал ол өзінің керемет жауабын берді. He must have had on some really nice pants. Ол бұл тұзақты өзін-өзі кемсітумен епті шешті. Сұхбаттан өткенімен үлкен мәселелер әлі алды. Өйткені ол осы уақытқа дейін 6 айға созылған сынақтамада бір тиын төленбейтінін, және беделді оқу орындарының 19 үздік студенттермен бәсекеге түсуге тура келетінін, ақыр соңында компания бірінші орынды ғана мойындайтынын білмеген. Бұл өміріндегі ең үлкен құмар ойыны. Егер ол жеңілсе, баласы екеуі көшеде қалып, жоқшылықтың тұңғиығына толығымен құлап, өмірінің соңына дейін шыға алмайды. Бірақ сіз бұл адам шынымен ғажайыпты жасады деп ешқашан елестете алмайсыз. Бұл өміріңізде сөзсіз көру керек мотивациялық фильм. Адамға сенгісізі, бұл шынайы оқиға. Оның жоғары білімі де, жақсы тәлейі де, тіпті жақсы ортасымен таныстары да жоқ. Болғаны тек басқаларға қарағанда көп ұмтылыс. Егер сіз де қазір ол сияқты өмірдің ең қиынында болсаңыз, бұл оқиғаны шыдамдылықпен көріңіз. Ол сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертуі мүмкін. Оқиға 1981 жылы ақш-та кенеттен экономикалық дағдарыс басталып, әлем бірден екіге бөлінді. Бір жағы байлар, ал екінші жағында күйсіз адамдар. Президент Рейган бұлыңғыр экономикалық есеп беріп жатқанда, теледидар алдында мұңды адам отырды. Аты Джон, және ол мед құрылғы сатушысы. Дағдарысқа дейін ол бар ақшасымен портативті сүйек тығыздығы сканерін сатып алған және Нью-Йорктегі жалғыз сатушысы болды. Бірақ өзі ойлағандай болмады. Шындық оған бір қатты соққы берді. Ол әр түрлі жерге апарса да біреуінде сата алмады. Бұл құрал рентгенге қарағанда сәл ғана дәлірек екен, бірақ бағасы 2 есе қымбат. Енді ол бірнеше айдан бері жұмыссыз. Пәтер ақысын төлеуге ақшасы жоқ. Баласы тіпті бақыт дегенді қате жазатын балабақшаға ғана бара алады. Отбасын асырау үшін әйелі күн сайын 2 жұмыс істеуге мәжбүр болды. Тіршіліктегі барлық қысым күйеуіне деген цинизмге айналды. Джон осының бәріне үнсіз ғана шыдады, бірақ көзіндегі шаршағандықпен мұңды жасыра алмайды. Келеңсіз жағдайлар бірінен соң бірі орын алды. Жабдықты жарнамалау кезінде Джонның ескі альтосы да заңсыз тұраққа байланысты жол полициясы сүйреп әкетті. Бұл оның онсыз да бай емес отбасын одан сайын нашарлатты. Бұл күні Джон кеңсе ғимаратының жанынан өтіп бара жатып, мұндағылардың барлығы бақытты күлкіге толы екенін көрді. Көліктен түсіп келе жатқан адамға қарап, одан сұрамасқа амалы болмады. I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker? Oh. I had to go to college to be a stockbroker, huh? You don't have to. I have to be good with numbers and good with people. That's it. Hey, you take care. Осы сәтте 27-ге енді ғана толған Джон жүрегінде қасиетті сезім орын алды. Ол да осы бақыт сезіміне ие болатынына іштей ант етті. Оның мектепте математикасы жақсы болатын, және сатушы ретінде көп жылдық тәжірибесі бар. Сондықтан Джон қаржылық компаниямен сұхбаттасуға шешім қабылдады. Алайда әйеліне бұл шешімін айтқанда, ол қолдау емес, күлкі болды. Yeah. Not an astronaut? Do you remember that rent is due next week? Probably not. We're already 2 months behind. Next week we'll owe 3 months. Келесі күні ол тағылымдамадан өтуге құжат тапсыру үшін барды. Бірақ оның тапсырған түйіндемесі ғайып болғандай жауап ала алмады. Дегенмен Джон оңайлықпен беріле салатын адам емес. Ол күн сайын жаңбыр жауса да төменде күтіп тұратын.
Ақыры бір айдан кейін супервайзерді күтіп үлгерді. Онымен сөйлесу үшін барып еді. Бірақ ол жетекші бас кеңсеге кездесуге баруға асығыс екен. Оған бірер сөзді айтып болған соң көлікке отыра бастады. Джон амалсыз онымен бір бағыттамын деп өтірік айтты. Ақыры бір көлікке отырып үлгерді. Көлікте Джон өзін таныстыру үшін бар күш-жігерін аямады. Бірақ супервайзер қолындағы Рубик кубигін құраумен қарбалас. Бұл сол кезде жаңа ойыншық болатын. Супервайзер оны қайтадан біріктіру мүмкін емес деп ойлады. Бірақ Джон мұны істей алатынын айтты және ол көлікті тұраққа қоймас бұрын жасай алам деді. Ол Рубик кубигін алып құрастыра бастады. Жетекші күлді де, бос күш жұмсамақ қой, бұл жай адамға мүлдем сай емес. Тіпті математика профессоры да бірнеше күн өткізеді. Бірақ содан оның түрі өзгере бастады. Джонның құрап бастағанын көрді. Жолдың жартысында ол бірінші жағын, көп ұзамай екінші және үшінші жағын құрап алды. Барған сайын мұқият істеп, барған сайын қобалжыды. Бұл оның өміріндегі жалғыз мүмкіндік екенін біледі. Көп ұзамай межелі жерге де жетті. Рубик кубигі мүлтіксіз қалпына келген сәтте, Джон бір сәтке есінен танып қалғандай жеңіл дем алып, таңданған жетекшіге қайтарып берді. Бірақ ол кеткенде, Джон бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді. Иә, ол жол ақысын төлеуді ұмытып кеткен. $17 көрген ол сабырлы кейіп танытып, жүргізушіден бұрылуды өтінді де. Қызыл шамда ол шешімді түрде көліктен секіріп түсіп, жүгіріп бара жатқанда дауыстап кешірім сұрап қашып кетеді. Жүргізуші артынан қуып қалмай, шешесін сыйлайтынын айтты. Метроның есігі жабылған кезде Джон іште болды, бірақ аспап есіктің сыртында тұрып қалды. Ал ол жібергісі келмеді. Бірақ нәтиже болмай, бір айлық күнкөрісі осылай сыртта қалды. Джон метрода шыдамай айқайлады. Бірақ өмір осылай. Басқа амал жоқ болса да алға ұмтылу керек. Сосын әйеліне телефон соқты. Yeah, sorry I couldn't make it home on time. Chris, I missed my ship. Yeah, I know. I'm sorry about that. Look, I'm on my way right now. Are you all right with Christopher? I'm leaving. Chris, I'm leaving. What? Did you hear what I said? I have my things together, and I'm taking our son, and we're going to leave now. I'm going to put the phone down. Linda, I'm going wait a minute. Hold We on. are leaving. Мұны естіген Джон үйіне бару үшін тез автобусқа отырды. Оның бетінен жаңбыр мен тер сырғып ақты. Мүмкін көз жасы да араласты. Ол түсінбеді неліктен ол бәрін жақсы істеу үшін тырысса да, бақыт ешқашан оның есігін қаққан емес. Джон үйге келгенде әйелі шынымен де ұлымен кетіп қалған. Ол мұңайып үлгермей, жетекшісі қоңырау шалып, 3 күннен кейін сұхбаттасуға баратынын айтты. Бір жағынан өмірін өзгертетін мүмкіндік, ал екінші жағынан бұзылған отбасы. Бос үйде оны әлем тастап кеткендей сезінді. Келесі күні таңертең ерте жұмысқа бара жатқан Джон әйелін тоқтатып, оған көбірек уақыт беруін өтінді. Бірақ әйелі оны тыңдағысы келмеді. Do you want to leave? Yeah. You want to leave? Yes, I want to leave. Get the hell out of here then, Linda. Get the hell out of here. Christopher's staying with me. You're the one that dragged us down. Did you hear me? You are so weak. No, I am not happy anymore. I'm just not happy. Then go get happy, Linda. Just go get happy. Дәрменсіз Джон ұлын жасырын түрде үйіне апаруға мәжбүр болды. Бірақ бұл уақытта үй иесі ақша сұрап келген Джон үй иесінен оған бірнеше күн жеңілдік беруін өтінді және пәтерді тегін сырлар берем деді. Бірақ толқын бірінен соң бірі келіп, Джон үй сырлап жатқанда, полиция Джонның төленбеген айыппұлы өте көп болғандықтан, оны бөлімшеге апарып, бір тәулікке ұстайды. Бірақ ертең таңғы сағат 9-да оның сұхбат уақыты. Уақытында бара алмаса, оның өмірін өзгертуі мүмкіндігін өткізіп алады. Ал ұлы әлі де үйде. Джон қалай сұраса да, еш рұқсат бермеді. Ол әйеліне телефон соғып, ұлына бір күн қарауын өтінді. Ол ақыры таң атқанша күтті. Осы уақытта сұхбатқа 10 минуттан аз уақыт қалды. Ол киім ауыстырып үлгермей жүгірді. Киімі жыртық, бетін бояу басып кеткен. Есіктен кірген бойда сұхбат берушілермен қол алысып амандасқан видеоның басындағы көрініс пайда болды. Ақырында тағылымдамадан өтуге іріктелген Джон екіленіп қалды. Ол 6 ай бойы жалақысы жоқ. Отбасын асырау үшін не істеу керек? Бірақ ол бұл мүмкіндіктен бас тартып, қалған 6 аспапты түгел сатып жіберсе, ол осы айға жеткізіп әрең күн көреді. Өмірде тағы шатасады. Енді ол кедейліктен құтылғысы келеді, және бұл жұмыс оның қайта оралуының жалғыз мүмкіндігі. Пәтер жалдауға шамасы келмегендіктен, олын ең арзан мотельге орналастырып, қиындықты жеңу үшін барын салды. Дүйсенбі күні Джон компанияға уақытында келді. Менеджер 6 айлық тағылымдамадан кейін компания тек бірінші орынға үміткерді ғана қабылдайтынын бірнеше рет баса айтты. Кейінгі күндері Джон шынымен де көп жұмыс істеді. Ол күн сайын компанияға бірінші болып келетін. Ол басқа адамдардың 9 сағаттық жұмысын 6 сағаттың ішінде бітіруі керек еді. Өйткені ол жұмыстан 3 сағат ерте шығу ұлын мектептен алу керек. Уақытты үнемдеу үшін жұмыс кезінде ешқашан су ішпейді. Ол дәретханаға бармау үшін және телефон құлағынан ешқашан алынбайды. Қою түймесін басысымен келесіге қоңырау шалады. Бұл уақыт ішінде ол менеджердің түрлі жұмыстарына, яғни кофе сатып алуға, бар кел шауып келге көмектеседі. Ешқашан жүрген емес, қайда барса да жүгіріп жүреді. Бірақ 2 ай өтті, Джон бірде-бір тұтынушы таппады.
Ол өзінің әдісі дұрыс емес екенін түсінді. Сондықтан ол өзінің мақсатын ең бай және ең мүмкін емес адамға қойды. Өйткені әріптестері оны автоматты түрде елемейді. Байдың аты Уолтер. Ол Уолл-стриттегі ең ірі қордың төрағасы. Джон қобалжып қоңырау шалды. Күтпеген жерден байдың бір кездесуі шегерілген. Көңіл күйі жақсы. Ол Джоннан 20 минут ішінде кездесуге келуін айтты. Джон еш ойланбастан сыртқа асығады. Нәтижесінде менеджер көлікті қоя салуын өтінді. Джон бас тарта алмады. Ол көлікті жолдың шетіне қойып, жол бойы жүгіре бастады. Бірақ сонда да кешіккен. Одан да сорлысы, менеджердің көлігіне айыппұл салынған. Ол жолы болмағанын мойындап, айыппұлды төледі. Бірақ Джон шағымданбады. Оның орнына кешігіп қалғанын ойлап, демалыс күндері кешірім сұрау үшін олын клиенттің үйіне апарды. Джонның әрекеті байды таң қалдырды. Ол кешігіп келгендіктен ешкімнің арнайы есікке келгенін көрмеген. Бай Джонды доп жарысын бірге көруге шақырады. Ал Джон бірден келісті. Байға қаржыны басқару ісін өзіне сеніп тапсыру үшін ол өзінде бай адам сияқты көрсетуге тырысты. Бірақ ақыры білініп қалды. Бай онымен жұмыс істеуден бас тартты. Дегенмен бай адамдармен футбол ойындарын көру мүмкіндігін пайдаланып, Джон басқа да көптеген бай адамдарды кездестірді. Джонның бизнесі өркендеп жатқанда, ол қалған барлық құралдарды бірінен соң бірін сатып, $600 табыс тапты. Тым болмағанда келесі айларда тамақ пен пәтердің қамын ойламайтын болды. Ол ақыры жеңіл дем аламын деп ойлаған кезде, Құдай оған тағы бір ауыр соққы берді. Ол ұзақ уақыт бойы салық төлемегендіктен, Джонның еңбекпен тапқан ақшасының барлығы дерлік салық төлеу үшін банктен ұсталып, ол қайтадан банкротқа ұшырады. Сол күні ол ұлын саябаққа апарады. Бірақ кенет сканер ұстап тұрған қайыршыны көреді. Бұл оның метрода жоғалтып кеткен еді. Ол құрылғыны тартып алып, сатып алушыны тапқан кезде ғана құралдың бұзылғанын білді. Джон көңілсіз үйіне оралды. Бірақ оның барлық жүктерін үй иесі есіктің сыртына лақтырып кеткен екен. Ал ұлы әлі жерде жатыр. Ішке кіріп ұйықтаймын деп айқайлайды. Осы кезде Джонның шыдамы таусылғандай айқайлады. Қайда баратынын білмеді. Шарасыз болды. Ол ұлын тек метроға апара алады. Онымен бірге қиналған ұлына қарап, баласының көңілін көтеру үшін ол қолындағы аспапты уақыт машинасы және қосқышты басқанда динозаврлар дәуіріне апара алады деп алдады. Осылайша динозаврлардан тығылып жүрген Джон ұлын қоғамдық дәретханаға апарып, еденге қағаз жаяды. Ұлы ойын ойнап жатырмын деп ойлап, әкесінің құшағында тыныш ұйықтап қалды. Кенет есік қағылды. Джон баласының құлағын тез жауып, аяғын есікке тіреді. Ол ұлының балалығын жан тәнімен қорғап, әкелік қадір-қасиетінің соңғы ізін сақтап қалды. Осы сәтте қайратты Джон енді жылауын тия алмады, бірақ жыламауға барын салды. Өмір шынымен қиын. Сол кезден бастап Джон барлық заттарын денесіне іліп, жұмысқа кірісетін адамға айналды. Жұмыстан кейін ол бірден баспанаға кезекке тұру үшін ұлын апарды. Ол жер үйсіздерге толы. Джон ұлымен кезекке келгенде соңғы төсек қалған екеуі қуанып үлгермей жатып, кенеттен бір үйсіз адам қатарды бұзып алдыға түсті. Джон бірден екінші адаммен таласып, бір-бірімен ұрыса бастады. Мұны көрген әкімші екеуінің сыртқа шығуын өтінді. Бір мейірбан жан куә болып орнынан тұрды. Баласын баспанаға жатқызып болған соң, Джон дәлізге келіп сканер жөндеді. Таң атқанда терезе сыртындағы таңғы жарығын пайдаланып қаржылық білімді үйренді. Иә, өмірдің бақытсыздығы оның үмітін үзе алмады, тіпті күресуге құштарлығын арттырды. Күндіз клиенттерді қабылдауға тынымсыз еңбек етіп, жұмыстан шыққан соң баласы екеуі автобусқа асығып, төсек орын алу үшін жанталасады. Кейде олар орын ала алады. Әлі де қоғамдық дәретханада ұйықтауға мәжбүр болды. Бірақ ұлы оны ешқашан кінәламады. Керісінше ол әкесінің иегіне қолын тигізіп. Үмітсіз қараңғылықтан аман өткен соң, жазбаша сынақ күні де жетті. Ол сұрақтарға жауап беріп болған бойда қағазды тапсырды. Ол ұлын алып кетуі керек. Тексеруге уақыты болмады. Күтпеген жерден ол лифтке отырғанда бірінші тапсырып болған адамды кездестіріп қалды. Үздік студент тест сұрақтарының тым оңай екенін сезді. Бірақ Джон әлі де сенімсіз болды. Джон компаниядан шыққан бойда бастығына жолығып, бастығы $5 қарызға алуын өтінді. Такси ұстамақшы екен, бірақ әмиянын ұмытып кеткен. Джон әмиянды ашып, ішіндегі мыжылған ақшаны алды. Бұл әкесі мен баласының бүгінгі кешкі ас ақшасы еді. Бірақ қазір оның жартысы жоқ. Джон сол түні ұлының тамақ ішкенін ғана қарап қалды. Басқа амал таппаған ол қанын сатып, денесін соңғы үміт ұшқынына айырбастауды ұйғарады. Соңында $24 алды. Содан кейін $8 жұмсап, аспапты жөндеу үшін шағын шам сатып алды. Бұл оның соңғы үміті еді. Ажыратқышты басқанда барлық қараңғылық сейілгендей, кенеттен шамдар қосылды. Келесі күні Джон аспапты $250 сәтті сатты. Ақыры олар қонақ үйге тіркелді. Сол түні әкесі мен баласы бір-бірін құшақтап, бірте-бірте ұйықтап қалды. Барлық шу мен азап олардан алыстап кеткендей болды. Алдағы бірнеше күнде Джон гольфте кездескен клиенттердің бәрін аралады. Ол қолынан келгеннің бәрін жасауға тырысты, бірақ ол жұмысқа қосылуға әлі де сенімсіз. Көп ұзамай тағылымдамадан өтудің соңғы күні келді. Ол кезде менеджер кенеттен оны кеңсеге шақырды. Джон бірден үрейленді. Күтпеген жерден үлкен бастық бұл жолы онымен сөйлесуге бастама көтерді. Көйлегіне мақтау айтып, ертең жалғасты киіп келуін айтты.
because tomorrow is going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. So, welcome. Was it as easy as it looked? Әрдайым сөйлейтін Джон алғаш рет үнсіз қалды. Көзі бақырайып, жасын төгіп жібермеуге тырысып басын изей берді. Джон кетейін деп жатқанда бастық оны тоқтатты да, қарызға берген $5 қайтарып берді. Көпшіліктің арасына кірген Джон енді ішкі қуанышын баса алмай, екі қолын басынан жоғары көтеріп, көздеріне жас алып, өз үшін шапалақтады. Осы сәтте бақыт оның есігін қаққандай, бірақ дәлірек айтқанда Джон бақыт есігін қақты деп айту керек. Көп жылдар өткен соң Джон өзінің қалауынша өзінің инвестициялық компаниясын құрды. Ол енді бұрынғыдай қатты жүгірудің қажеті жоқ. Олын ертіп серуендеп қана жүр. Осы кезде олардың қасынан костюм киген қара адам өтіп бара жатты. Ол осы оқиғаның нағыз прототипі еді. Бүгінде ол $100 миллион асатын аға инвестор болып табылады. Ол өз тәжірибесін адамдарға өмірдің шынымен өзгеретінін дәлелдеу үшін айтып жеткізген. Біз туылысымызды таңдай алмаймыз, бірақ болашағымызды өзгертуді таңдай аламыз. Үмітсіз дүниеге келсек те, біз әлі де үмітпен өмір сүре аламыз.